Енді қадірлі көрермен, осы әлеуметтік желінің бала тәрбиесіне әсері жөнінде әңгіме өрбітейік. Қазір бізбен Zoom арқылы байланыста Аллаберген Қонарбаев, Маңғыстау облысы білім басқармасы жанындағы ата-аналар кеңесінің төрағасы, облыстық әкелер одағының төрағасы. Аллаберген мырза, бізді қалай естіп тұрсыз? Ассалаумағалейкум, әріптестер. Жақсы естіп тұр. Рахмет. Аллаберген мырза, алдымен өзіңізден артқа қарай сәл жылжысаңыз, өз деңгейімізде көргіміз келеді. Сіз жақындап кеттіңіз. Артқа қарай жылжып. Міне, енді бір деңгейде әңгімелесуге болады. Енді бірінші мына мәселені сұрағым келіп отыр. Енді әлеуметтік желі туралы айтып жатырмыз ғой, өзіңіз әкелер одағының төрағасы екенсіз. Енді балаларыңыз бар деген секілді. Әлеуметтік желіде балаңызды қаншалықты шектейсіз сіз? Рахмет. Менің өз басым балаларыма әлеуметтік желіге келгенде тек қана мына қажетті ақпарат, соның ішінде мына мектепте кейбір пәндер бар екен, әлеуметтік жаңағы интернет арқылы ақпарат алмасу керек деп. Сол уақытта ғана үйге келгенде арнайы тек 2-ақ сағат қана беремін. Мысалға сағат 7:30-да сабақтан келгеннен кейін, тамағын ішіп алғаннан кейін, кешкі аста сағат 8:30-нан бастап 10-ға дейін өзім мүмкіндік беремін. Яғни сол уақытта сабақтарында әлеуметтік, егерде интернет арқылы ақпарат керек болса, қажетті ақпарат болса, яғни тапсырмалары бойынша соны ғана пайдаланыңдар деп. Өзім қадағалап, анасы және өзім қадағалап отырамын. Өзімнің 3 қызым бар. 3 қызым үшеуі мектепте оқиды. Үшеуінде қарап қадағалап отырамыз. Біреу түскеннен оқиды, екеуі түстен кейін оқиды. Енді мына үйде тыйым салынған нәрсе мектепте немесе көшеде еркін қолжетімді болса, бұл баланың психологиясына кері әсер етпей ме? Жоқ, кері әсер етпейді сияқты. Неге? Өйткені мен оларға мегабайт құйған жоқпын. Тек қана үйге келгенде ғана кіретіндей қылып. Ал мектептің несінде ол жоқ. Ол мектептің жаңағы мегабайты шектеулі болғаннан кейін олар ештеңе кіре алмайды. Тек қана қажетті ақпараттарын сол видеоға өздеріне қажетті түсіріп алады да, келгеннен кейін барып ақпаратты өздеріне қажетті ақпаратты іздейді интернет арқылы. Мен соларға сондай тапсырма талап қойып отырмын. Егер ата-ананың өзі күні бойы телефонда отырса, баладан қалай шектеу талап етуге болады? Жоқ, енді ата-ана деген, бала деген ата-ананың айтқанын жасамайды, бала көрген жасайды ғой ең бірінші. Иә, соны айтып отырмын ғой. Иә, көрген жасайды. Егер де көз алмай дастарханның басында да ата-анасы соткамен ұялы телефонмен отырса, немесе былай уақытта да соткамен көз алмай жүрсе, онда бала тәрбиесі тыс қалып қалады. Қазіргі мына қоғамдағы жаттылықтар, теріс тәрбиенің барлығы сол ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынастың төмендеп кеткені. Яғни өзара мәміле жоқ, мәміле болмағаннан кейін бала өз басымен ата-ана бөлек әлем болып кетеді. Сондықтан қазіргі түргі мына жасөспірімдердің арасындағы балалар арасында қылмыстардың көбеюі